Алейкум қалың елім қазағым, ассалаумағалейкум алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Тоқайып 5 маймылын ертіп, 6 болып сахнаға шығыпты. 30 жыл Назарбаевтық диктатурадан басқа ештеңе көрмеген қалың елім қазағыма Назарбаевтық режимнің жалғасы болған Тоқайып енді тағы да сол қалың жалғандық, суайттық, арсыздық, бетсіздік, намыссыздық және диктатуралық, фашистік, қанішерлік саясатын жүргізгелі жатыр. Соның бір белгісі 5 маймылын жетектеп, тілін салақтатып, осы қазақ елінің болашақта болатын, жуырда болатын сайлауына қатысқалы жатыр екен. Міне, қалың елім қазағым, көретін күндеріңіз осы. Үнсіз қалудың арты осы. Барлығыңыз қарабастарыңызды күйттеп, қарақан бастың қарынның қамынан ары аспасаңыздар, Назарбаев ойнаған 30 жылғы арсыз саяси ойынды Тоқайып жалғастырады. Тоқайып сөйтіп Назарбаев сияқты мезгілден тыс сайлау өткізу, күні бұрын аяқ астынан тұтқиылы сайлау өткізу, тағы басқа сол сияқты былжырақ тірліктерін жалғастырады. Ең соңында Тоқайып Назарбаев екінші болып шығады. Қолдан құдай жасау қозғалысы қазірдің өзінде жүріп жатыр. Кеше Назарбаевты қолдан құдай жасаған жағымпаз суайттар бүгін Тоқайыпты қолдан құдай жасап жатыр. Әлеуметтік желіде қазір қаңтарда бүкіл қазақ мемлекетін Тоқайып құтқарып қалды. Ал қаңтарда көшеге шыққанның барлығы қанішер, содыр, сотанақ, наркоман деген мазмұндағы видеолар қаптап кетті. Енді оның сойқаны алда ұлттық арнадан көрсетіліп, мүмкін бүкіл халық болып Тоқайыпты елдікті құтқарып қалды, егемендікті құтқарып қалды, мемлекетті құтқарып қалды дейтін шығармыз. Тіпті бір жағымпаздар Тоқайыпты Нобель бейбітшілік сыйлығына да ұсынатын шығар. Тура сол өзгермеген, өз қалпындағы Назарбаевтық замандағы бейшара сценарий. Бір қолдан шыққандай. Бұл коммунистік сценарий. Бұл советтік сценарий. Советтің коммунистерінің қалдығы, күні кеше Совет компартиясының қып-қызыл мүшесі болған, екі қолы қанға малынған КГБ-ның жендеті тұтас әулетімен сол КГБ үшін қызмет істеген, өзі Совет одағының КГБ-сы шпионы болып, Совет одағы құламай тұрғанда Совет одағының екінші бір коммунистік империя Қытайға жіберген шпионы болған Тоқайыптың бүгінгі қазаққа жасап отырған қылығы, қиянаты осы. Оған қарсы тұратын жалғыз шара бар. Ешкімді Тоқайып түрмеге тоғыта дәл қазір. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Бәленбай түген облыс, түген аудан, түген ауылдың тұрғынымын. Адресім былай: мен Тоқайыптың мезгілсіз сайлауына қарсымын, бұл сайлауға қатыспаймын, мен Тоқайыпқа қарсымын деген мәндегі видео үндеулеріңізді жазып, оны WhatsApp-мен, Telegram-мен, Instagram-мен, Signal-мен біздің Атажұрт партиясының мүшелеріне жіберіп беріңіздер. Атажұрт партиясының мүшелерінің телефоны осыдан бұрынғы лекцияларымызда айтылды. Және осы YouTube-тың астындағы сипаттамада жазулы тұр. Біз осындай сайлауға қарсы 1 миллион Қазақстан азаматының видео үндеуін жинау арқылы бұл сайлаудың заңсыз екендігін Еуропа мен Американың алдында әшкерелейміз. Сөйтіп, Тоқайыпты заңсыз президент, билікті жаулап алушы бандит деп бүкіл Еуропа Американың алдында, тіпті Біріккен Ұлттар ұйымының алдында мәселе көтереміз. Үнсіз қалма қалың елім қазағым. Тоқайып билікке келгелі міне қаншама жыл болды. 2019 жылдың наурызынан бері есептей беріңіз. Не жақсылық көрдіңіз? Күннен күнге қымбатшылық. Екі қолға бір жұмыс жоқ. Қазақтың еркегі де, әйелі де қаңғып жүр. Кредит, ол арқадан аяздай қарып тұр. Төбемізден, иығымыздан тау болып басып тұр. Қаңтардағы қанды қырғыны анау, орыстың әскерін алып келіп, қазақтың өрімдей жастарын қанға бояды. Енді өлгеннің өзін көрден қазып алып, террорист жасап жатыр. Өтірік. Жер береміз деп алдаусыратып еді, онысының аяғы шыққан жоқ. Болат Назарбаевты және Нұрсұлтан Назарбаевтың өзін қолында ұстап отыр. Дариға Назарбаев шетел асып кетті. Ештеңеден ештеңе жоқ. Әшейін келем де сөзі біледі, кетем де сөзі біледі.
Ал Кәрім Мәсімов пен Сатыбалдының сотталғаны да өтірік сияқты. Себебі оларды көрген пенде жоқ. Оларды тіпті түрменің өзінде, қай түрмеде, қайда жатыр құпия ұстайды. Әдетте батыстық елдерде, демократиялы елдерде тіпті ең жоғарғы лауазым президенттің өзі тұтқындалса, қайда екені, қайда тұратыны, қандай жағдайдағы түрмеде екендігі ашық айтылады. Адвокаты кім, бәрі айтылады. Оның ешқайсысы айтылған жоқ. Яғни Тоқаев билікке келгеннен бері қазақтың басынан соры арылған жоқ. Апаттан апат, жарылыстан жарылыс, қымбатшылықтан қымбатшылық, қан төгіс. Ең қысқасы 4 жастағы сәбиіңе дейін оққа байлады. 4 жастағы қазақтың бүлдіршін қызын атып өлтірді. Қаншама жас қыршынан келді. Арқасын үтікпен бастырғаны қаншама. Енді бүкіл осы қанішерлік жүйені көріп отырып, үнсіз көну деген ол жарамайды. Себебі Тоқаевтың айналасында сол санаулы мыңдай қарулы күш соны қорғап отыр. Ал 100 мыңдаған қарулы күш ол халық көтерілсе халық жаққа өтетіндігін қаңтарда дәлелдеді. Орыстың әскері басып кірмегенде қазақтың қаңтардағы төңкерісі жеңіске жететін еді. Енді не істейсің қалың елім қазағым? Тоқаев қазір алтылдап Қытайға бір қарап, Орысқа бір қарап, шықпа жаным шықпа деп әзер отыр. Ендеше сенде жалғыз ақ жол бар. Ашық саяси көзқарасын айтасыз. Мен Тоқаевтың мезгілсіз сайлауына, заңсыз сайлауына қатыспаймын, және оған қарсымын. Тоқаевтың елді билеуіне де қарсымын, қосылмаймын. Бұл менің конституциялық құқым. Мен Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы ретінде осындай конституциялық құқымды пайдалана отырып, Тоқаевтың сайлауына да өзіне де қарсы екенімді мәлімдеймін деп видеоларыңызды Атажұрт партиясының мүшелеріне жіберіңіз. Ол үшін сіздің басыңызды шаба алмайды. Міне Алматы облысының Жаркент қаласы маңында қазақтарды Атажұрт партиясына кірдіңдер ме деп, енді ұлттық қауіпсіздік комитетінің жігіттері сұраққа бастапты. Атажұрт партиясының мүшесімін десе, бұлтарындағы памперстарын ауыстырып, безіп жоғалады екен. Ал жоқ, Атажұрт партиясына мүше емеспін, ойланып жүрмін дегендерді тергеп, қайта шақырып, жұмысына барып, үйіне барып, бопсалап, қорқытып, біресе алдап, сулап, Атажұртты жамандап жоғалады екен. Міне бұл биліктің бейшарасыздығы. Ал Атажұрт партиясының мүшесімін, не істейсің дегендерден безіп жоғалады екен. Сен мені көрген жоқсың, мен сені көрген жоқпын деп. Билік Атажұрттың алдында дәрменсіз, шамасы жетпейді. Себебі Атажұрт халықаралық бренд. Бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымы, бүкіл Еуропа, Американың алдында Қытайдың қылмысын ашқандығыменен әлемдік саяси брендке айналған ұйым. Ендеше Атажұртқа мүше болыңыздар, Тоқаевтың қылмысын әшкерелеңіздер, барлықтарыңыз ашық көзқарастарыңызды айтып жариялаңыздар. Үнсіз қалмаңыздар. Үнсіздік өзіңіздің ұжданыңызға сатқындық. Үнсіздік өзіңіздің арыңызға жасаған қиянат. Үнсіздік өзіңізге, отбасыңызға, ұрпағыңызға, тіпті тұтас ұлтқа, тұтас мемлекетке жасаған қастандық. Үнсіз қалмаңыздар. Аққа жақ болыңыздар, қараға қарсы болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.